Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжінің Қазақстан тарихы пәнінің оқытушысы Абдимоминова Әсия Әмзиеқызы. Бірінші курс студенттеріне арналған желбіре жеңіс жалау атты сыныптан тыс онлайн конкурс жариялаймын. Конкурстың мақсаты студенттерді адамгершілікке, отанын сүюге, оны қорғауға балу, патриотизмге тәрбиелеу. Балаларды Ұлы Отан соғысындағы қазақстандық батырлардың ерлік істерімен таныстырып, ой өрісін дамыту, отанды қорғауға, батылда батыр, ер жүрек болуға үйрету, елін, жерін жаудан қорғай білуге тәрбиелеу. Конкурстың шарттары: берілген тапсырмаларды 5 мамырға дейін орындау, тапсырма жауаптарын asia.abdimominova@bk.ru электрон почтасына немесе WhatsApp 87-129-99-58 номеріне жібересіз. Берілген тапсырманы колледж сайтынан және группаның чатынан алуға болады. Конкурс жеңімпаздары марапатталады. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқын елдан КСРО-ға шабуыл жасады. Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы басталды. Тарихта Ұлы Отан соғысындай қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар еді. 1941 жылдың 22 маусымында басталып, үздіксіз 5 жылға, яғни 1418 күнге созылған сұрапыл соғысқа Кеңес одағы құрамындағы республикалардың азаматтарымен қатар қазақстандықтар да қатысты. Соңғы деректер бойынша Қазақстаннан майданға аттанған 1.200.000 жауынгердің 600.000-ы соғыстан қайтып оралмады. Жалпы, бұрынғы Кеңес одағының 27 миллионға жуық адамын жалмаған қанды қырғынға елімізден аттанғандардың ішінен 500-ден астам жауынгер 1934 жылы бекітілген ең жоғарғы Кеңес одағының батыры атанған болатын. Оның 100-ден астамы қазақтар. Ал енді, құрметті студенттер, конкурста берілген тапсырмалармен таныстырып өтейін. Ұлы Отан соғыс жылдары ерлікпен шайқасқан батырлар жайлы біліміңізді сынап көргіңіз келе ме? Ал ендеше бастайық. Бірінші тапсырма: қазақ қыздарының арасынан тұңғыш болып Кеңес одағының батыры атанған қазақ қызы. Ол кім? Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Хиуаз Доспанова. Кеңес одағының батыры, армия генералы, халық қаһарманы атақтары берілген тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі ретінде тарихта қалған тұлға. Ол Сағадат Нұрмағамбетов, Жұман Қарақұлов, Мақаш Балмағамбетов. Рейхстагқа ту тіккен батырдың есімін атаңыз: Бауыржан Момышұлы, Талғат Бегелдинов, Рақымжан Қошқарбаев. Суретте кім? Таныдыңыз ба? Танысаңыз қысқаша мәлімет жазыңыз. Жалғастырыңыз. 1922 жылдың мамыр айының 15-інде Атырау облысында дүниеге келген қазақ қызы. 3 мәрте Кеңес одағының батыры атағын иеленген Шымкентте орналасқан Чугуев әскери авиация училищесінің түлегі. Ол кім? Ұлы Отан соғысы жылдарындағы халықтың шеккен азабын, қайсар рухты сарбаздарымыздың ерлігін, ел үшін отқа түскен қаһармандарымыз жайлы ардагерлеріміздің аузынан естіп, көгілдір экраннан туындылар көріп жүрміз. Ал ендеше осы Ұлы Отан соғысы жылдарын баяндайтын фильмдерді еске түсіріп көрейік. Фильмнің атын атаңыз. Картинаның негізгі сюжеті ана махаббатының қуатты күшінен бастау алады. Осынау құдіретті күштің арқасында кейіпкер үйіне барар жолда кездескен ауыр қиыншылықтарды жеңіп шығады. Оқиғаның негізгі желісі қазақ халқының басына түскен ауыр кезеңмен тұспа-тұс келген ұжымдастыру, жұт, соғыс және соғыстан кейінгі жылдар. Картинаның басты кейіпкері Ильяс ерекше рухты, ерлік пен отансүйгіштік және керемет қайсар мінез көрсетеді. Тағдырдың ауыр соққыларымен бетпе-бет келеді. Балалар үйі, сұрапыл соғыс, тұтқынға түсу, жазасын өтеушілер лагеріне тап болады. Осынау ауыртпалықтарды еңсеруге оған анамен жүздесу мақсаты күш береді. Екінші фильміміз
Бұл фильмді қырғыз режиссері Болотбек Шемшиев 1985 жылы түсірген. Үшінші фильм. Бұл фильм соғыстан қатты зардап шеккен Беларусь жерінде түсірілді. Бұл 20 жаста қиылған жауқазын өмір, Кеңес одағының батыры атанған қазақ қызы жайындағы фильм. Фильм 1980 жылы түсірілді. Оның сценарийін Андрей Михалков-Кончаловский жазды. Фильмнің режиссері Мәжит Бегалин. Отан соғысында қанды қырғынға қатысып, ерлікпен көзге түскен қазақтың ақын жазушылары аз емес. Қаламын қаруға айырбастап, майданның алдыңғы шебіне ұмтылған жазушы қауымның соғыс жылдарындағы өмірімен танысып қана қоймай, сол бір қилы кезеңге байланысты олардың қаламынан туған шығармалармен танысайық. Бауыржан Момышұлы, майдангер жазушы, Совет одағының батыры, Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик. 1945 жылдың 16 қаңтарында Алматыға келген Бауыржанды Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев тағы басқа ғалымдар соғыс туралы әңгіме лекция өткізуге шақыртып, кездесу ұйымдастырады. Осы дәрістің стенограммасы кейін қандай атпен кітап болып басылды. 1940 жылы бүкіл қазақстандық әдеби конкурсқа қатысып, Шойын жолда атты дастаны бірінші бәйгеге ие болды. Майдангер, жазушы, аудармашы атын атаймыз. Қасым Аманжолов, майдангер жазушы, қазақтың ірі ақыны. 1943 жылғы сұрапыл кезеңде дүниеге келген. Қасымның бір ерекше өлмес туындысы атын атаймыз. Бұл поэма Қасымның атын аспандатып, ақындық даңқын шырқау шыңға шығарған тұлғалы туынды. Бұл поэма Отан соғысының майданында жаудың қоршауында қалып қойып, ерлікпен қаза тапқан Қасымның жақын досы жас ақын кім туралы еді? Ал енді балалар, бірінші болып дұрыс жауабын жіберген студентке сыйлығымыз бар. Байқауға қатысушыларға сәттілік тілеймін. Алда келе жатқан ұлы жеңістің 75 жылдық мерекесі құтты болсын. Көріскенше сау болыңыздар.